Сәлем, менің әр видеомды көріп отыру үшін каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Осы пирожкидің рецебін білгеннен бастап, осылай жасайтын болдым. Өйткені өте маған ұнады. Сосын сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Ең алдымен ұнға дрожжымыз, яғни аштығымызбен қантты жақсылап отырып араластырып саламыз. Сосын жылы суымызға 200 граммдай сүт құямыз. Барлық мөлшерін описаниясына толық жазып кететін боламын. Менде су кішкене көбірек болып кетті. Артығы болса, тағы да басқа тестаға илеп жіберсеңіздер болады. Сүт пен суға кішкене тұз саласыздар. Ұнымызға май құямыз. Жаңағы дайын болған жылы суымызбен сүтті ақырындап отырып, бірден құймай, кішкенеден құйып, тестамызды, қамырымызды илейтін боламыз. Осы видеодағыдай ақырындап илей бересіздер. Қолымызға жаңағы қамырымыз әбден бір-біріне біріккенше. Сосын мен әбден болғаннан кейін тестасын бетіне, қамырдың бетіне май құйып кішкене, бетін жақсылап отырып пакетпен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қойып қойдым. Бұл тестамыз көтеріліп дайын болғанша начинкасын, яғни пирожкидің салмасын дайындайтын боламыз. Ал кеттік. Орташа 2 пиязды алып, 4 бүріштеп, ұсақтап турағандарыңыз жөн. Қуырылған кезде тезірек қуырылатын болады. Барлығын осылай ұсақтап турап алдым. Газға майды қыздырып аламыз да, жаңағы туралған пиязымызды салып, 4-5 минуттай пиязымыз сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Сарғая бастағаннан кейін барып оттан алатын боламыз. Менде картошкасы дайын болды, суға пісіріп алдым. Ыстықтай дайын болған картошкаға 50-60 граммдай осындай кез келген май болса үйде салсаңыз болады. Сосын перец, қара бұрыш және аздап тұздан саласыздар мөлшермен. Дайын болған пиязымызды қосып, барлығын жақсылап отырып араластырамыз, яғни еземіз. Блендер болса, блендермен езсеңіздер болады, ол болмаса осындай езгішпен езсеңіздер болады. Жарты сағат өтті, тестамыз көтеріле бастады. Өте қатты көтерілудің қажеті жоқ, осындай жұмсақ болады. Қолға жабыспайды, ешқандай оның керек емес. Өйткені құрамында май болғандықтан ешқандай қолға жабыспайды. Осы видеода көргендеріңіздей екіге бөліп алып, керек мөлшерінде домалақтап кесіп аласыздар. Үлкен қылып істесеңіз үлкенірек, мен енді осындай үлкен қылып жасадым. Ал өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Me wind and rain.
Майланған протеинге барлығын діземіз де жұмыртқаның сарысын бетіне жағып алсаңыздар, өте жақсы қызаратын болады. Менің пирожкилерім әртүрлі болып кетті. Әртүрлі жасайтын таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. 180 градуста 30 минутқа қойып аласыздар. Осымен менің дәмді пирожким дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі рецепттерді көру үшін лайк баса кетсеңіздер, маған үлкен шабыт сыйлайсыздар. Рахмет.